Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат кешенді талдау үлгісі бойынша морфологиялық талдау қалай жасалады, соған тоқталу. Мысалы, берілген сөз құрамына қарай, тұлғасына қарай, лексикалық-грамматикалық мағына сұрағы деп бөлінеді. Бұл шаблонды мен тағы да Telegram каналға жүктеп қоямын. Өздеріңіз қажет деп тапсаңыздар, өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Мысалы, міндетті түрде осы шаблон бойынша талдасаңыздар, сіздер біраз дүниені еңсересіздер. Себебі Нұршат Оразақынованың сатылай кешенді талдауы көп деген мәселенің шешімі. Бірінші сөз жазылғаннан кейін ол құрамына талдану керек. Күрделі ма, дара ма, тұлғасына қарай, негізгі ма, туынды ма, туынды түбір болса, синтетикалық тәсіл ма, морфологиялық тәсіл ма, аналитикалық па, синтаксистік па, лексикалық мағынасы қандай, грамматикалық мағынасы қандай деген сияқты, және оған сұрақ қою арқылы, және балалар мына бір тыныс белгілерді білу керек. Негізгі түбір қалай, жұрнақ қалай, жалғау қалай шартты белгісі ретінде сызылатынын. Енді мына жерде саяжай деген зат есім берілген, және ол қалай талдану керек екені көрсетілген. Қарап шықсаңыздар болады, және балаларға арнайы шаблондарды таратып берсеңіздер, нұр үстіне нұр. Мысал, ұлттың деген сөз, мына жерде тек ешқандай жұрнақсыз сол бетіндегі сөз қолданылса, екі түбірден тұрған, я мына жерде жұрнақ қосылғанда ұлт деген сөзге, кешіріңіздер, жалғау үлік септігінің қалай талдауға болатын үлгісі көрсетілген. Енді күрделі біріккен сөз әр және кім, тағы да бос шаблондар, өнерлі деген сөзге қалай талданғаны бойынша, яғни әр түрлі сөздерді талдап көрсеткен. Пайдаларыңызға жарасын, қолданып көріңіздер, өте тиімді. Егер де сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!